Сүйінші, құрметті көрермендер мен қолдаушы апалар. Ақтөре мен Гүлназым қарым-қатынастарында маңызды қадам жасады. Тағы да аппақ төре Ақтөре мырза түн ішінде сүйіктісі Гүлназымды романтикалық кездесуге шақырды. Мисс Гүлназым өзінің Инстаграм әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Ақтөремен өткізген түнгі романтикалық кешпен кездесуден бейнероликтер жариялады. Кадрлардан Ақтөренің Гүлназым үшін ерекше романтикалық кеш ұйымдастырғанын көруге болады. Екеуі бір-біріне махаббатпен қарап, ескі сезімдерінің жалынын одан әрі күшейткен. Кеш соңында аппақ төре Ақтөре сүйіктісімен түнгі серуенге шығып, бірге фото және бейне түсірген. Желі қолданушылары қос жұпқа ақ тілектерін қарша боратып, қуаныштарын білдірді. Алайда күтпеген жағдай орын алды. Гүлназымның бұрынғы жігіті Асхат мырза Инстаграм әлеуметтік желідегі парақшасында күтпеген, тіпті ешкім естімеген ақпаратпен бөлісті. Ақтөре мен Гүлназым туралы даулы мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл жұп шын мәнінде бірге емес, көпшілікті алдап жүр. Ал Ақтөреде Гүлназыммен өтірік жұп деп ашуға булықты Асхат мырза. Сонымен қатар Асхат мырза мисс Мөлдір туралы да бұрын-соңды айтылмаған жайтты ашты. Оның айтуынша, Мөлдір де өтірік хайп жасап, Айсажанмен жалған жұп болған. Мен Гүлназым мен Мөлдірге сенбеймін деп Асхат Инстаграм арқылы күтпеген мәлімдеме жасады. Естеріңізге сала кетейік, Гүлназым мен Мөлдір қосылайық жобасының 3-ші маусымында дос болып, кейін жігіт үшін араларында жанжал туындаған болатын. Бірнеше жыл өткен соң олар қайта татуласқанымен. Сол маусымда бірге болған кейбір бұрынғы қатысушылар Гүлназым мен Мөлдірдің махаббат оқиғаларына күмәнмен қарайды. Ал Ақтөреге не болмақ? Гүлназым оның жүрегін тағы жаралап кете ме? Ол жағы әзірге белгісіз.